Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы әрі қытырлы қаттама нанды жасайтын боламыз. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін бөлме температурасында суға тұзды салып араластырып, оның үстіне құйып, қамыр илейміз. Осы тағамды дайындауға қажетті құрамы және мөлшері барлығы описание бөлімінде жазылған. Жақсылап қамырымызды илеп, иін қандырып, осылай целлофанға салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін дайын қамырымызды үшке бөліп, шетінен бір-бірлеп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін үстіне ерітіп қойған сары майымызды жағып шығамыз. Сары майды жағып алғаннан кейін 5 минуттай қатқанын күтеміз, одан кейін барып оқтауға ораймыз. Орап алғаннан кейін осылай пышақпен бір кесіп өтеміз, және де кесіп алғаннан кейін қамырымызды ашамыз. Және ашқаннан кейін осы қамырды үшке бөліп кесеміз. Кесіп алғаннан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп рулет қылып ораймыз. Орап дайындап алғаннан кейін целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе мұздатқышқа 10 минутқа салып аламыз. Сол кезде майы қатып, жақсы қатпары шығатын болады. Қаттама нанның екінші түрі пиязбен жасалынады. Осындай көк пияз немесе қарапайым пиязды да турап осылай салсаңыздар болады. Және бұны да кішкене қатқанын күтіп, одан кейін оқтауымызға ораймыз. Оны да ортасынан кесіп, үшке бөліп, рулет етіп ораймыз. Бұларды да тоңазытқышқа салып аламыз. Одан кейін ұн себе отырып жаямыз. Табамызға аздап май құйып, ішіне қаттама нанымызды саламыз. Қаттама нанның қытырлақ және де сочный болып шығу үшін майды міндетті түрде құйып отыру керек. Қаттама нанды ыстықта жеген өте дәмді болады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.